Баршаңызға сәлем достар, сіздермен Ел-Ағай. Достар, сіздерден үлкен өтініш арнаға жазып кетейік. Сіздер қолдасыздар, келесі бөлімді барынша ертерек салуға тырысамын. Ал ендеше бастайық. Егер сіз Супермен сияқты күшті болсаңыз не істер едіңіз? Егер де сізге жаңағы сұрақ қызықты болса, мен сізге Voice деген жоғары рейтингдегі 2019-дан бастап шыққан 3 маусымнан құралған киноның бірінші маусымының алғашқы бөлімін айтып берейін. Мынау ұшаққа көмектескен орнына жойып жатқанына қарағанда Homelander 7 сияқты супер батырлардың агентінің ең қатыгезі. Күш қуаты дәл Супермен сияқты. Оларда супер жылдамдықта A-Train, балықпен сөйлесетін Deep, супер күшті Main, өзін емдеп шыдайтын Ninja Black Noir, терісі қолмалы транслютердерден құралады. Негізінде киноның әлемінде ерекше қабілеті бар болуы таңғаларлық емес. Болғандықтан адамдар Севеннің бір бөлігі болған адамдарға назар аударады. Сондықтан Севенге кіру батырлардың арманы. Мынадан болса киноның басты кейіпкері Хикей. Қарапайым әкесімен бірге тұратын 20 жастағы жігіт бір күні қызымен бірге өмір сүру туралы армандап келе жатқанда Осылайша қызынан айырылып қайғырып отырғанда Севеннен түсініктеме береді. Қылмыскерді қуып жүргенде кездейсоқ соғып кеттім деп жылы жауап салады. Осылайша үйіне $45,000 берейін, құпия шартқа отырайық деп келеді. Әрине, Хикей оны құптамайды. Ұзамай оны білген билік батшы біздің адамға келіп кезгеді. Оның сүйіктісін жұбайын 8 жылдың алдында Homelander зорлағандықтан содан бастап жұбайы тірі өлі екені белгісіз жоғалып кеткен. Билли сол болса біздің көргенде емес, қызының өлген себебі болса, A-Train мас болғандықтан бақылаудан шығып соғып өлтірді. Мен және бір әйелді соғып кеттім деп күлген видеосын көрсетеді. Осылайша Билли батшының құрамымен Севенді орнына қоюды шешеді. Олардың ең алдыңғы істейтін нәрсесі Севеннің ішіне бақылау құрылғы қою. Құрылғы сәтті қойғанымен Хьюгінің артынан көрінбейтін еріп келген. Біздің адамды өлтіргелі жатқанда Билли Батчер келіп құтқарады. Көрінбейтінді Севен білерден бұрын қалай тез өлтіруді ойластырады. Өлтіру деген оңай қосап көрінгенмен өрттеп, қалқандырып, атып, бәрін көреді. Соңында сыртынан емес ішінен екенін түсініп, ішіне бомба тығып жарып өлтіреді. Found this at the bottom of the harbor. Is that translucent? Still think we got nothing to worry about? Whoever it was, they just declared war. Осы кездері Севен жаңа батырларды таныстырады. Севенге кірген бұл қыздың есімі Starlight. Бала кезінен Севенге кіруді армандап, түбінде арманына жетіп Севенге кіреді. Бірақ алғаш кіргенде өз ойлаған жер емес екенін біледі. Қалаған уақытында адам құтқара алмайды. Құтқарған үшінде ұрсылады. Адам құтқарғанмен құтқарған адам толып көрінбесе, адам ұрып жатқаны интернетке жаман атпен тарайды. Бұл компания дегеніміз тек қана пайда көру мақсатында ашылған деген сөз. Осылайша депрессияға ұшыраған уақытында Хьюетпен кездесіп бір-бірімен өмір қандай қиын екені туралы біраз кеңеседі. Әрине бір-біріне кім болатынын, қандай қиындық кешіп жатқанын айтпайды. Бұның артынан A-Train ұстауға шығады. A-Trainнің қызын үйіне камера қояды. Бұл кезде A-Train ең жылдам екенін қорғау үшін Chokweedпен жарысуға дайындалып жатады. Дәл шынымен жарысса A-Train жеңе алмайды. Әрине жылдамы болмаса Севенге керек жоқ. Сондықтан бөстерек өзіне егеді. Қысқаша болса Super Energy Drink деген сөз. What the hell is Compound V? Жарыстан жеңіске жетіп, қызын баршаға жариялауға тиіс болатын, бірақ та A-Train құпия болуды шешеді. Бұны естіген қызы Компан Бустер керектеніп,
Үйде жаттығу істеп бір жігіттің миын шашып өлтіреді. Біздің Voice оқиға орнына келіп қобалжығанын пайдаланып компания B туралы қызынан сұрап біліп алады. Оны білген қызын өлтіреді. Компан бұл адам күшін қосатын туралы аздаған мәлімет біліп алғаннан соң артынан түсе бұны адамға эксперимент істегенін біледі. Ол адам өте қатыгез болған, адам деп айтуға келмейтіндей қиын болған. Дегенмен Фрэнси әдемі сөздерімен өз жағы болғызады. Билли айтқанымен Старлайтпен кезігеді. Телефоны хактап бақылау құрылғы қойғанымен өз еріксіз тартылып әрен жасап үлгереді. Себен компаниясы жаман ойлары мен супер батырлардың Американың саясаты және әскерлерінің қол басшысы болуға тырысады. Ол дегеніміз барлығын өз қолына алады деген сөз. Шыдамы таусылған Старлайт бір іс-шара кезінде айтуға керек сөздерді айтпай, өзіне қандай қиын болып жатқан туралы және өзінің қарапайым адам сияқты қиналатыны және алғаш Себенге кірген кезде Дифлин ұятсыз әрекет істеген туралы барлығын айтады. Бұл оқиға интернетке тарап, Дип кешірім сұрайды. Басқа қалаға көшіп, Себеннен белгісіз уақытпен шығарылады. Биліктің жалғыз мақсаты Старлайтты пайдаланып ақпарат жинап, Себенді құрту болғанымен, өлген қызының кегін алғалы жүрген Хьюги бір қарағанда Старлайтқа еріксіз тартылады. Билли бұны құптамайды, қандай мақсатта келгенін айтып, Биллиге супер батырлардан ұзақ жүру туралы айтады. Олар жұмысын жалғастырып, компания адамды күшті болжатын анықтайды. Супер батыр деген алғашында пайда болмаған. Бұл дегеніміз балаларды кішкене кезінен бастап екпегіп супер батыр болғызады деген сөз. Біздің жақ болуы мүмкін, жалғыз супер батыр бар. Өзін шынайы батыр емес, бала кезінде анасы шартқа отырып батыр болғаны туралы айтады. Оны естіген Старлайт ашуланып кетіп қалды. When you let Vought pump me full of drugs. Annie, honestly, I don't know. How old? When you let them turn me into a freak. You have a good life. A suit terrorist showing up. I borrowed some Compound V, and now we have villains all over the globe that only we can fight. Watch this. Hey! Freeze, motherfucker! Are you telling me they have a suit terrorist? Екпе затты құпия түрде қылмысты топқа беріп, өздері сонымен шайқасып жүрген кейіп танытып, үкімет басшыларының көбірек қолдап алады. And this will never happen again. That is my solemn promise to you. Howdy, boys. Why don't you go have a smoke or something, okay? I got this. Oh, and you guys, you are the real heroes. Себен осы уақытта әрине қарап отырмай артында дәл қандай адамдар түскен туралы іздеп барлығын түрін әлпетін табады. Старлайт аяқ қолы болған туралы естиді. Now I know why. This guy is Hugh Campbell. He's also one of the guys who killed Translucent. Wait, what? You're fucking this guy? Okay, slow down. I don't know what's going on, but Huey is not capable of anything close to that. But hear me out. What if he was helped? Whoa. Keep those hands down by your sides, Missy. Sit down. You bitch. I didn't do anything. Enough! Say hi to Baby boy, Dad. Oh, hey, Huey. Why is he here? He says you're in some kind of trouble. Dad, are you okay? Get your ass over here in 20 minutes. Хьюи ұстауға итерін келеді. Just like I did your Girlfriend. Б жоспармен барған Хьюи бақытына орай тірі қалады. Хомландер неге Билли артына түскенін біледі. Биллидің әйелі оның баласы жүкті кезінде өлді деп оған айтады.
Lived all of 10 seconds, drowned in its mother's blood. Не істерін білмей сағысынған Бойс Юэн олардың негізін қалаушы Грейс Маллоримен кезігіп, Грейс Маллори оларға барыңды жоғалтардан бұрын барлығын тоқтатқан дұрыс екенін ескерткенмен, Билли өтіне соңында жалғыз керекті ақпарат алады. Ол Хомландердің осал тұсы болатын. Қанша жауыз болғанмен адам болғасын сүйген жақсы көретін адам болады. Енді жаман Суперменнің осал тұсын қолданады. Оның үйіне өзін өлтіруге тырысатын болса, қолдағы бомба жерге түссе болды, жағылады екенін айтып Хомландерді қорқытады. What do you want? Do you want a confession, or are you telling me that this whole thing is based on fucking feeling? Хомландер енді түсіп бере ме дегенде, No more lies. You fucking promised me. Thank you for finally being honest. What was that plan again? осылайша ештеңе істеп жүре алмайтынын білген Билли бомбаны жарғанда, бомба жарылар алдында алып үйден шыққанда, қарап тұрғандарыңыздар оның әйелі тірі болғанымен бітпей, сіздер 8 жастағы тағы бір жаман Супермен болуы мүмкін баланы көріп отырсыздар. Осылайша бірінші маусым бітті. Екінші маусым қаласыздар, астына жазып кетуді ұмытпаңыздар. Маған тіркеле кетіңіздер. Рахмет.